Ассаляму алейкум. Бүгін екі түрлі салмамен варениктер дайындаймыз. Алдымен қамыр илейміз. Ол үшін ұнды елеп, тұз, пісте май және 150 мл ыстық суды құйып қамыр илейміз. Жұмсақ әрі біркелкі қамыр болуы тиіс. Пакетке салып, жылы жерге 20 минутқа қоямыз. Екі түрлі салма болады. Бірінші салманы дайындау үшін майдалап туралған бір пиязды қызарғанша қуырамыз. 3 картопты тұзды суға қайнатып аламыз. Піскен картопты езіп, үстіне қуырылған пиязды қосамыз. Араластырамыз. Бірінші салмамыз дайын. Екіншісіне кірісеміз. Ол үшін табаққа тартылған етті салып, майдаланған пияз қосамыз. Тұз, бұрыш қосамыз. Араластырамыз. Салма дайын. Қамырды екіге бөлеміз. Әр бөлікті майда дөңгелек бөлшектерге бөлеміз. Дөңгелектерді жайып, екі данасын бір шетін бір-біріне жабыстырамыз. Әр бетіне әр түрлі салма саламыз. Вареник секілді түйейміз. Шеттерін жақсылап жабыстыру керек. Дайын болған варениктерді ыстық суда піскенше қайнатамыз. Варениктер өте ерекше болып шығады. Екі түрлі салма атақты тағамға жаңа дәм берер, сөзсіз. Астарың дәмді болсын.